Сәлем достар, сіздермен Дидар. Бүгін екінші бөлімі. Бүгін біз выживать етеміз кәдімгідей. Міне алдыңғы выживание. Біз ол кезде үйді салып біттік. Шын әлі салған жоқпыз. Қазір бәрін көрсетем. Шын жасаймыз бүгін. Қазір кірсін. Міне. Кірді. Не? Қазір жөндей салайық. Мына терезе тұрған. Не жоқ қой. Пока что осылай тұра тұрсын. Сосын дейміз. Достар, біздің ішінде бізде спальня болады, мына кухня болады. Сосын мына столовый болады, чай ішетін жер. Мына сундук тұрады. Мына жерде ашылатын. Сосын бізге бізде өте көп жер, сол үшін комментария жазсаңыздар болады. Міне осындай жерде бар. Осының ішіне сундуктарды қоямыз дегенбіз, бірақ бұл өте дәу жер. Сол үшін басқа нәрсе қойсақ та болады. Міне қойсақ та болады. Қазір ондай көп жасау керек. Бізде дуктар бітті. Сол үшін мен мынандай березаны кетірем. Мен ағаш өте көп жарам. Мен оны кейде паузада істеймін. Өйткені скучно болады. Қараңыздар, мына ақ, мына қара болып қалды. Бірақ болады шығар деп ойлаймын. Бүйтіп отырсақ болады. Біз отырып па екен? Қазір көрейік. Бұлай онша көрмейді қазір. Бұлай да көрмейді екен. Жарайды, біз отырмасақ та. Мына жерде біз осы жерде чай ішетін едік. Біз үшін мындай көп керек. Және қазір
Мындай істейміз. Бізге ковер керек көп. Біреу ақ жетпей қалды достар. Жоқ, олай емес, басқаша. Құрамай қаласың, сол үшін достар бүйтіп істеу керек. Ой, қазір көрсетемін сіздерге. Жоқ, бүйтіп емес. Істейміз. Мына біздің чай ішетін жер. Осындай болып. Кіресің, чай ішесің. Тамақ жейсің, суыңды жейсің. Бізге факел жасау керек. Біздің үй өте кішкене қараңғы. Бізге тағы люстра жасау керек еді. Қазір сонымен айналысамыз. Мынандай істейміз. Алтау жетеді шығар. Қазір факел істейік. Біз люстраны ашып кестейік. Оны істеуді білмесеңіздер, менен көріңіздер де істеңіздер. Үйдің ішін бәрін. Мына осындай болды, 2 люстра. Тағы мына ішке 1 люстра жасасақ. Қазір есік жауып қойайықшы. Зомбилар кіріп кетпеу үшін. Қазір осы қараңғыда көріп алу керек. Қалай қараңғы емес па деп. Алтау жетеді. Мына ішке де істеу керек. Жоқ, міне. Полға қоймаймыз факелді. Мына ішке қойайық. Тура. Бізде өте көп люстра болып кетті. Осы последний болсын. Достар, өте көп люстра қойсаңыздар, үйіңіз онша емес болып қалады. Мен мына шет бәр жағында люстра бұрса, ондай адамдарға ұнамай қалады. Мына шетке біреу істеу керек болды. 5-тен артық істеуге көп болып кетеді. Істесеңіздер 5-тен артық. Бізде қап-қараңғы болып тұр, сол үшін мына жерге қоямыз. Міне естіп қойық. Бізге мына жерге бізге жерге қою керек, сол кезде қараңғы емес болады. Біздің үй жап-жарық болып тұру керек.
Міне енді нормальный үй болды. Қазір мына жаққа нормальный ол жататын жер істеу керек. Бізге мындай керек. Тағы жасайық. Достар, төсек енді білмеймін, ұнайды ма, ұнамайды ма сіздерге. Ұнайтындай қылып кішкене нормальный қылам. Бүйтсем болады. Бізге блоктар керек. Үстіп істесек әдемі болады шығар деп ойдам. Бүйтіп емес. Бізге біреу артық болыпты мынандайдан. Бірақ керек болады ондайлар. Мынаның төбесіне андай светильник қойсақ болады. Міне. Осындай жататын жер болды. Жатып көрейік. Бізге алмаз табу керек. Сосын обсидиан қазып алу керек та. Сонымен істеп жасау керек. Портал жасау керек. Сосын соған кіріп андай светильник алу керек. Осы өте көп. Кейбіреу төбесінде тұрады. Сосын міне үйімізде қанша факел соған керек болады. Бір факелді қойғанша бір қатты жанатынды қойсақ болады. Мына ішін қараңызшы, қандай жап-жарық факелді алса да. Достар, біз енді осылай болсын. Мынау алдындағы несі тұрайсын ба? Мыналар или тұрмасын ба? Комментарияға жазсаңыздар болады. Бізге мынаны алып тастау керек. Әдемі көрінеді. Біз бұны крышаны істегенде мінгенбіз. Бізге мынандай не істеу керек? Бізде бұл жер өте көп, сосын жаққа салам. Бұл жерге салу керек. Біз көп лестница ступеньканы әдейі істеген жоқпыз. Біз бұны мынандай неге істеу үшін істедім. Бізге полублоктарды керек екен, сондықтан жасай салайын. 19 жетеді шығар. Ne isteyimiz? Земляны алып тастау керек. Кішкенесін алып тастайық. Мына осындай болады. Землярды алайын.
Міне сосын қазір мына үстіне шығамыз. Мына үстіп керек. Мына үстіп. Сосын бітеміз. Мына іштеріне андай нені істейміз. Стоп. Мына ортасына басқа нәрсені қоямыз. Каминді. Бізге только мына нелерін ғана істеу керек. Я істеп. Бұндай да бопты, достар. Катас болсын, достар. Бұндай күшті істейтін. Дейміз. Осылай, достар. Сенің іштеріне газ бітем. Достар, өтеміз. Üstüp dostlar. Ne kadar istiyoruz? Ne istiyoruz ya? Birazdan ne kadar istiyoruz? Ne istiyoruz dostlar? Çok müş. Aşağı. Достар, өз қалағаныңыздармен істесеңіз де болады. Осылай. Жүрек секілді, бірақ асты жағына істемейміз. Ана-ана көп керек екен. Солай істейміз. Ой, мен матыға істеп қойдым. Жарайды, ондай да болады. Biz bir yazanı bekir davet etmeptik. Mine soğan gerek boğatır. Öğrenimiz. Gaz ne yaptı kamin stilinde. 25 kamin ciddi. Hiçbirisini rasayış. Камень сырок. Вот так. Сейчас надо сырок. Мен бұны әшейін істеп жатқан жоқпын. Сіздер үшін істедім. Сол үшін лайктарыңызды басыңыздар. Dostlar, üstürüsün ya. Осылай әдемі көрінеді. Осылай жасайын. Бұяқтан телевизор, астыңғы телевизор онша жоқ. Екеуміз жаңа жарылып қалған крипер. Осылай.
Sağ. Dostlar, bu menin çatasım. Осындай строительден қиын өте. Жоқ. Достар, ондай да болады. Өте қиын. Естиміз. Сосын астына қоямыз. Бүйтіп. Сосын бүйтеміз. Сосын түсіндім. Яқа екі блок. Яқа бүйтеміз. Сосын яқа мынаны бүйтеміз. Сосын яқа бүйтеміз. Жоқ, достар, бүйтеміз. Қойып керек, сосын достар бүйтеміз. Міне достар, тура осылай секілді. Аштеріне бітке қойсаңыз болады. Қойсаңыз болады. Бүйтіп қойсаңыз да болады. Осыны тағы да істеу керек. Өстіп. Достар, терезем нормальный болды. Ана терезелерді істемейміз. Оларды потом істейміз. Қазір басқа жұмыспен айналысамыз. Кухнямен өтіп болады. Тура спальняның қасында екен. Сол үшін бөлейік. Оны ағаштан істейміз. Ағаштан бүйтсек. Кухня бізде кішкентай болады. Şimdi fakir. Bizga qo'ysak bo'ladi. Buni bog'laymiz. Joylashtirib qo'yib. Nerede sürüsü koyalım? Geldiğim görünüyor. Nasıl? Savaşacağım. Yok.
Ошойча алмайды екен. Сондай бастайды екен. Осындай әдемі көрінеді. Осы үшін лайк басыңыздар, достар. Жақта сундукты сындырамыз. Бұны басқаға апарамыз. Заттар толып кетті. Осыны апарып тастайық мешітке. Бізде мына іште сундукта тұрады дегеніміз, бірақ бұл жаққа ұзақ сундук түседі. Ішіне заттардың бәрін саламыз. Оның бәрін саламыз. Критиканың сол көпірдің ішіне қоямыз. Заттар ағаш бізге керек. Есік керек, басқалын. Қоямыз бірақ. Міне достар, үйіміз әдемі болып баратыр. Ağılda alamız. Тамақты өріппіз. Бұл жаққа да сундук керек, сосын екі сундук алайық. Все блоки не тұрады. Блок. Ондай тұрады. Тамақ турайтын десегімде міне бүйтіп осыған. Сосын іште бір өздерінің сундуктар тұрады. Сосын бізге объективіміз бізге тағы сундук жасау керек екен. Мына ағаш как раз жетеді барлық комнатқа. Міне ұсасымыз. Шкаф секілді. Бұны наоборот қойып кетеміз. Міне осылай.
Осындай кухня болды. Қазір печка кішкене тағы істеп қояйық. Екі печка. Кухня енді көп печка керек кішкене. Печканы. Осымен жоқ. Бұнан бөлшек қоямыз. Бұны бөлшек қоямыз. Енді достар, кухня өте әдемі шықты. Мына іште отырасың, тамақ жейсің. Жұмысқа кетесің. Жоқ, бөлшекте тағы не салсақ болады достар. Мына шетін бәрі ашық. Не салсаңыз да болады. Бір нәрсе салсаңыз да болады. Тазалық та болады. Бізге ендігі видеода біз огород істейміз. Сосын біз не істейміз? Жоқ, ендігі серияда біз қора істейміз. Соған лайк жинасаңыздар, сізге өте қуанышты болам. Міне мына жерде пішенсем болған. Сосын аламыз. Мотыгамды қойып кеттім. Керек кезде алып жүремін. Өте күшті үй болды мынау. Мотыгам арнасындықта. Мотыганы тез қопсайық огородта. Бізде огород кішкентай су жақта болады. Молодец. Не қойдық. Бұны өлтірмейміз. Өйткені біз бұдан жүнін аламыз. Бұған кішкентай не жасап қою керекпіз. Мені шекай. Ана қолға қайтайын. Өлтіре сау керек дейли. Қойылды. Бұлай ақтап аласың. Достар, бұл екінші бөлім. Кім бірінші бөлімді көрмеді, сол көрсін. Біз ендігі видео қора жасаймыз. Сосын төртінші бөлімде біз путешествиеға барамыз. Сосын огород жасаймыз. Короче, көресіздер ғой видеомен. Міне кухня өте маған ұнады. Кімге ұнады жазыңыздар, және үй ұнады деп жазсаңыздар болады. Және пещераға бар, сөйтіп айтып тұрсаңыз да болады. Осымен болған Дидар. Сіздермен болған Дидар. Осы видео лайк басыңыздар көп. Осы подписка жазыңыздар, комментарийға жазыңыздар, тағы тіркеліңіздер мен каналыма. Сіздермен болған Дидар. Давайте, сау болыңыздар.